Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгін біз сіздермен өтетін сабағымыздың пәнінің аты Қазақстанның қазіргі заман тарихы деп аталады. Қазақстанның қазіргі заман тарихы 20 ғасырдың басынан бастап, бүгінгі 21 ғасырдың басына дейінгі Қазақстан территориясында болып өткен тарихи процестерді, саяси оқиғаларды, 20 ғасырдың басындағы Алаш қозғалысының тарихын, Алашорда тарихын, Әлихан Бөкейхан басқарған қазақ ұлттық интеллигенциясының қазақ мемлекеттілігін қайта жаңғырту жолындағы жұмыстарынан бастаймыз. 1917 жылы Қазақстан территориясында және бүкіл әлем бойынша зор өзгерістер болды. 1917 жылғы ақпан буржуазиялық төңкерісі, 1917 жылғы қазан төңкерісі Қазақстанның саяси даму бағытын өзгертті. Біз жаңа өзгерістер жолына түстік. 1920 жылы Қазақстан территориясында кеңестік үлгідегі Қазақ АКСР құрылды. 1936 жылы Қазақ АКСР, яғни Автономиялық Советтік Республикасы, Қазақ кеңестік социалистік республикасы, яғни одақтас республикаға айналды. Бұл кеңестік Қазақстан тарихы деп аталды. Ал 1991 жылы ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы армандаған арманы жүзеге асты. Біз ежелгі қазақ жерінде тәуелсіз, егеменді Қазақстан республикасын құрдық. Әлем картасына қуатты және өзінің экономикалық дамуы бар тәуелсіз Қазақстан республикасы келді. Қазіргі заманғы Қазақстан тарихы пәнінің мақсаты осы Қазақстан жерінде болып өткен тарихи оқиғаларды меңгеруіміз керек, және Қазақстан тарихының пәні алдына мынадай міндеттер қояды. Студенттердің өз бетімен сыни тұрғыдан оқиғаларға, саяси процестерге өз бағасын бере білу, және Қазақстан территориясында болып өткен әлеуметтік, экономикалық, қоғамдық саяси үдерістерді талдай білу, және Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы тарихи оқиғаларға өз бетінше оқып үйрену. Міне осындай міндеттер қойылады. Қазақстан тарихы бірден 20 ғасырдан басталмайды, бұның тарихи кезеңдері бар. Қазақстан тарихы 4 кезеңге бөлінеді. Ол бірінші, ежелгі дәуірде Қазақстан. Хронологиялық датасы біздің эрамызға дейінгі 2,5 миллион жыл бұрыннан бастап, біздің эрамыздың 5 ғасырына дейін, яғни ұлы Рим империясының құлағанына дейінгі аралықты қамтиды. Екінші дәуір 5-6 ғасырдан басталады, яғни Қазақстан жерінде 6 ғасырда 552 жылы ұлы түрік қағанаты құрылғаннан бастап орта ғасырлық кезең басталады. Бұл кезең, орта ғасырлық кезең 17 ғасырдың аяғына дейінгі уақытты қамтиды. Үшінші кезең, бұл жаңа заманғы Қазақстан деп аталады. Жаңа заманғы Қазақстан тарихы 18 ғасырдың басынан бастап 20 ғасырдың басына дейін аралықты қамтиды. Бұл қазіргі заманғы Қазақстан тарихы. Сіздермен біздің өтіп жатқан. Бұл 20 ғасырдың басынан бастап, күні бүгінге дейін, яғни 21 ғасырдың алғашқы ширегіне дейінгі уақытты қамтиды. Сонымен қоса біз қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастауларын білу керек. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлытау төрінде сұхбат құрды. Елбасы өзінің толғанысында былай деп айтқан болатын: қазақ мемлекеттілігінің тарихы ғұндардан басталады. Одан кейін түркі дәуіріне ұласады. Бірте-бірте Алтын Орда дәуіріне келеді. Кейін қазақ хандығы дәуірімен жалғасып, біздің тәуелсіздікке ұштасады деді. Міне біз осы сөзді ойымызға бекітуіміз керек. Яғни қазақ мемлекеттілігінің тарихы сонау сақтардан, ғұндардан, үйсіндерден, қаңлылардан, сарматтардан басталады. Міне бұл біздің алғашқы мемлекеттілік бастауымыз. Кейін орта ғасырларда Қазақстан жерінде ұлы түрік қағанаты құрылды. Қазақстан жерінде түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, шығыс түрік қағанаты, қарлұқтар, қарахандар, қимақтар, қыпшақтар, наймандардың, керейлердің мемлекеттілігі болды. Міне бұл біздің орта ғасырлық тарихымыз. Кейін 13 ғасырдың басында Қазақстан жеріндегі ұлттар мен ұлыстар Алтын Орда мемлекетінің құрамына кірді. Сонау Ертістен бастап, яғни Алтай тауынан бастап, Дунайға дейін, Донға дейін, Қара теңіз жағалауына дейінгі далалық аймақтың барлығында Алтын Орда
мемлекет үстем болды. Қазақстан жерін территориясын мекендеген халықтар мен ұлыстар осы алтын орданы құрушы мемлекеттің құрамында болды. Және алтын орданың мемлекеттік тілі қыпшақ тілі болды. Ал 15 ғасырдың ортасында 1465 жылы Қазақстан жерінде Қазақ хандығы құрылды. Елбасы өзінің тарих толқынында еңбегінде былай деп айтқан болатын: 1465 жылғы құрылған Қазақ хандығы бұл орталық Азияда құрылған тұңғыш ұлттық мемлекет деп атады. Яғни бұл тарихи тезистің үлкен мәні бар. Мысалы үшін Европа халықтарында француздар, ағылшындар, итальяндықтар, испандықтар өзінің ұлттық мемлекеттілігін 19 ғасырдан бастайды. Олардың тарих концепциясы бойынша 19 ғасырда Европада ұлттық мемлекеттер құрылып, жаңа ұлттар өзінің аражігін айқындаған. Ал Қазақстан территориясында бұл процесс 300 жылға бұрын басталды. Яғни 15 ғасырдың ортасындағы Керей мен Жәнібек құрған Қазақ хандығы бұл біздің тұңғыш ұлттық мемлекеттілігіміз. Міне, біз осы мәселелерді терең білуіміз керек. Қазақстанның қазіргі заман тарихы бұл тек қана біздің территорияда болып жатқан оқиғаларды ғана зерттемейді, біздің көршілес және Евразия құрлығындағы болып жатқан саяси оқиғаларға да біз тоқталамыз. Өйткені бір мемлекет өз бетімен дамымайды, оның көршілерімен және осы құрлықтағы басқа мемлекеттермен халықаралық қауымдастықтағы жүргізген саясаты басты белгісі болып табылады. Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнінің тарихнамасы болады және деректнамасы болады. Осы тарихнама мен деректнама негізінде тарих ғылымы жазылады. Тарих ғылымының тарихнамасы дегеніміз не? Ол тарихнама дегеніміз тарих ғылымы туралы ғылым. Сол сияқты міне Қазақстанның қазіргі заман тарихы пәнінің тарихнамасы бар. Ол тарихнамаға мынадай еңбектер кіреді. 20 ғасырдың басындағы алаш зиялылардың еңбектері бар. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Мұстафа Шоқай, Міржақып Дулатов, Қошке Кемеңгеровтың жазған мақалалары, еңбектері, естеліктері бұл Қазақстан тарихының тарихнамасы болады. Сонымен қоса, 20 ғасырдың басында қазақ жерінде Қазақ Кеңестік Республикасы құрылғанға арнап әртүрлі ғылыми еңбектер жазылды. Сонымен қоса, 1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысы болды. Қазақстан Кеңес одағының құрамында болғандықтан 15 республикамен бірге осы Ұлы Отан соғысына қатысты. Ұлы Отан соғысының тарихнамасын белгілі тарихшы, зерттеуші Манаш Қозыбаев жазды. Сонымен қоса, қазақ жерінде 1930 жылдары сталиндік жаппай саяси қуғын-сүргін тарихы болды. Бұл қуғын-сүргін тарихы біздің тарихымыздың ең бір қаралы, ең бір қара түнек дәуірі болып есептеледі. Біз ұлттық тарихымызға жаңаша тарихи методологиялық әдіспен зерттей бастадық. Яғни, Кеңес одағы тұсында әбден саясаттанған тарих ғылымын біз ұлттық методологиялық тұрғыдан зерттей бастадық. Яғни ұлттық көзқарас тұрғыдан зерттей бастадық. Біз тарихтың қатал шындықтарын анықтай бастадық. Осы тәуелсіздік жылдарда 1931-33 жылдардағы қазақ жерінде болып өткен алапат аштықтың, немесе 1937-38 жылдардағы сталиндік террордың тарихы жазыла бастады. Мысал үшін, сол кездегі Манаш Қозыбаев, Дүйсетай Шаймұханов, Қайдар Алдажұманов, Кеңес Нұрпейісов өздерінің еңбектерін осы 20-шы, 30-шы, 50-шы жылдарға арнады. Бұл кісілердің жазған еңбектері осы сталиндік дәуірдің тарихнамасы болып есептеледі. Ал 1950 жылдары Қазақстан жерінде тағы да ірі саяси оқиғалар болды. 1954-64 жылдары тың игеру процесі болды. Тың игеру жылдарында Қазақстанға миллиондаған көршілес республикадан адамдар Қазақстанға көшіп келді. Яғни бұл тың игеру Қазақстанның ұлттық келбетін, демографиялық жағдайын өзгертіп жіберді. Ең сорақысы, қазақ халқы өз жерінде
азшылықты құрады. 1959 жылы санақ барысында Қазақстанда 9.300.000 адам тұрса, соның небәрі 2.700.000 ғана қазақ болды. Яғни қазақ халқы 1959 жылы өз жерінде 29% ғана болып қалған болатын. Міне осы тәуелсіздік жылдарында Қазақстан тарихшылары іргелі мәселелерді ашып көрсетті. Ал 1991 жылдан бастап Қазақстан тәуелсіз алғаннан кейін біздің тарих ғылымы жаңаша зерделене бастады. Мысалы үшін елбасының бүгінгі күнге дейін жазған 20-дан астам еңбектері бар. Атап айтсақ, 1992 жылы елбасының Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ретінде қалыптасу стратегиясы деген еңбегі жарық көрді. Ал 1999 жылы тарих толқынында еңбегі жарық көрді. 2003 жылы сындарлы 10 жыл еңбегі жарық көрді. 2017 жылы тәуелсіздік дәуір еңбегі жарық көрді. Жазылған еңбектері бұл Қазақстан тарихының тарихнамасы деп аталады. Ал енді Қазақстан тарихының деректемелері бар, деректану бар. 20 ғасырдың басындағы дүниеге келген құжаттар бұл дерек болып табылады. Мысал үшін, Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғақ кешу еңбегі бар. Бұл тар жол тайғақ кешу еңбегі Сәкен Сейфуллиннің 20 ғасырдың басындағы көзімен көрген оқиғаларын өзінің көзқарасымен жазылады. Осы Сәкен Сейфуллиннің тар жол тайғақ кешу еңбегі бұл дерек болып саналады екен. Осыны ұмытпаңыздар. Және 20 ғасырдың басындағы алаш қозғалысының нәтижесінде 1917 жылы Орынбор қаласында бірінші және екінші жалпы қазақтық съезі болды. Бұлардың осы бірінші, екінші жалпы қазақ съезіндегі алаш қозғалысы жетекшілерінің қабылдаған құжаттарының барлығы Қазақстанның қазіргі заман тарихының дерек көзі болып табылады. Мысал үшін, 1917 жылы 21 қарашада Қазақ газетінің 251 санында Алаш партиясының бағдарламасы жарияланды. Алаш партиясының бағдарламасы 10 баптан тұрды. Осы Алаш партиясының бағдарламасы дерек болып саналады. Сонымен қоса 1920 жылғы Қазақ АКСР-ның құрылуы және 20-30 жылдардағы кеңестік Қазақстанның басшыларының қабылдаған құжаттарының барлығы бұл қазіргі заман тарихының деректері болып саналады. Сонымен қоса Ұлы Отан соғысында жазылған естеліктер, хаттар, газет материалдары да Қазақстан тарихының деректік базасын толықтырады. Ал 1950-60-70 жылдардағы дүниеге келген құжаттар, естеліктер, зерттеулер, бұның барлығы жаңа Қазақстан тарихының дерегі болады. Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан тарихының деректік базасы молайды. Өздеріңізге белгілі 1990 жылы 25 қазанда Қазақ КСР-ның егемендік декларациясы жарық көрді. Осы егемендік декларациясының құжаты бұл дерек болады. Сонымен қоса 1991 жылы 1 желтоқсанда бүкіл қазақстандық президент сайлау болды. 1991 жылы 16 желтоқсанда жоғарғы кеңесі Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жариялады. Осы Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігін жарияланған туралы құжат ол үлкен деректік база болады. Белгілі бір құжаттар, оның барлығы тарихтың дерек көзі болады. Сонымен қоса 1997 жылдан бастап 2019 жылға дейін елбасының 20-дан астам Қазақстан халқына жолдауы болды. Нақтырақ айтсақ, 97 жылдан бастап 2019 жылға дейін 24 жолдауы болған екен елбасының. Ол бірінші жолдауы 1997 жылғы Қазақстан 2030 стратегиясы барлық қазақстандықтардың әл ауқатының артуы деді. Ал атап айтатын болсақ, 2006 жылғы Қазақстанның бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына кіру стратегиясы жолдауы, немесе 2007 жылғы жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан жолдауы, 2012 жылы 14 желтоқсандағы Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыт атты жолдауы бұл Қазақстанның қазіргі заман тарихының дерегі болып табылады. Міне сіздер осы тарихнама мен деректі шатыстырмаңыздар. Тарихнама дегеніміз
белгілі кезеңге байланысты жазылған тарихи еңбектердің жиынтығы болса, ал деректану бұл құжаттар немесе заңдылық, нормативтік актілер, жеке тұлғалардың естеліктері, осының барлығы қазіргі заманғы Қазақстан тарихының деректанулық базасы болады. Осымен біз Қазақстанның қазіргі заман тарихына кіріспе бөлімінің дәрісін аяқтаймыз. Қош сау болыңыздар. Келесі дәріс сабағында жүздескенше.